Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді рогалики бәліштерін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді, қантты, 5 ас қасық ұнды саламыз. Сосын ашытқыны салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Бұл апарамыз көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қоямыз. Көтерілген соң үстіне еріп тұрған сары майды, тұзды, жұмыртқаны, қантты салып, жақсылап араластырамыз. Дайын массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды салып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып, сосын қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың үстіне сұйық майды құйып, барлық жеріне жағып шығамыз да бетін көтерілгенше жауып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, бірдей 10 бөлікке бөліп, домалақтап шығамыз. Қамырды бірдей етіп, таразымен өлшеп, барлығын бірдей етіп, қамырды домалақтасаңыздар өте ыңғайлы болады. Енді қамырымызды әрқайсысын жұп-жұқа етіп, сопақша тәрізді етіп жайып шығамыз. Бұл рогалики бәліштеріміздің ішіне әртүрлі салсақ болады. Мысалы, варенье, джем, вареная сгущенка. Бізде салмамыз ең бастысы формасын ұстап тұрған қою болу керек. Өйткені біздің бәліштеріміздің сыртына ағып, түрін құртып жіберуі мүмкін. Енді бәліштерімізді видеодағыдай етіп жан-жағын жауып шығамыз да, сосын жіңішке соломка етіп кесіп аламыз. Бұл рогаликилерді үлкен қамыр қылып жайып, кәдімгі рогалики сияқты жасасаңыздар да болады, мен сияқты жасасаңыздар да болады. Әрбір рогаликтерімізді осылай әдемілеп орап шығамыз. Бізде ең бастысы ішіндегі салмасы сыртқа шығып кетпеуі керек. Енді рогаликилерімізді противенге орналастырып, бетіне жұмыртқа немесе сүт жағуымызға болады. Мен бетіне сүт жақтым. Бәліштерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне әдемі болып тұруы үшін қант ұнтағын електен өткізіп саламыз. Рогаликилеріміз осылай оп-оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Баршаңызға сәттілік. Сіздермен болған Раушан.